Саламатсызбы? Конституцияның 6-шы сабағына келдік. Бұл сабақта Конституцияның 5-ші, 6-шы, 7-ші, 8-ші бөлімдерін қамтитын боламыз. Олар үкімет, конституциялық кеңес, сот және сот төрелігі, жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару деп аталады. Бұл бөлімдер қысқа болғандықтан, олардың барлығы бір сабақпен қамтылды. Сабақ үстінде 43 сұрақты зерделеп, соңында бақылау тестін тапсыратын боласыз. Кеттік. Билік тармақтары ішінде үкімет атқарушы билігін жүзеге асырады. Үкімет өзінің қызметінде республика президентінің, яғни парламенттің алдында жауапты. Конституцияға сәйкес үкіметті құратын президент. Үкімет мүшелері кімнің алдында ант қабылдайды? Үкімет мүшелері Қазақстан халқы мен президенті алдында ант қабылдайды. Үкімет қаулыларына премьер-министр қол қояды. Үкімет қаулы түріндегі актілер шығара алады. Ал премьер-министр өкім түріндегі актілер шығара алады. Конституциялық кеңес мүшелерінің саны 7. Конституциялық кеңес мүшелерінің өкілеттігі 6 жылға созылады. Конституциялық кеңестің ғұмыр бойы мүшесі болып табылатын республиканың экс-президенттері.
Конституциялық кеңестің төрағасын тағайындайтын республика президенті. Конституциялық кеңес Конституцияның нормаларына ресми түсіндірме береді. Ал Конституция нормаларын түсіндіру мәселелері бойынша Конституциялық кеңеске жүгінуге президент құқылы, сенат төрағасы құқылы, мәжіліс төрағасы құқылы, парламент депутаттары жалпы санының кемінде 5-тен 1 бөлігі құқылы және премьер-министр құқылы. Конституциялық кеңестің шешімдері қабылданған күннен бастап күшіне енеді. Конституциялық емес деп танылған заңдар мен халықаралық шарттар қол қойылмайды, не тиісінше бекітілмейді және күшіне енгізілмейді. Нақты істер бойынша судьялар ешкімге есеп бермейді. Жоғарғы сот төрағасын президент ұсынады, сенат сайлайды. Жергілікті және басқа да соттардың төрағалары мен судьяларын қызметке республика президенті өз жарлығымен тағайындайды. Судья заңды қолданған кезде басшылыққа алуға тиіс бірқатар принциптері бар. Солардың бірі адамның кінәлі екендігі күшіне енген сот үкімімен танылғанша, ол жасалған қылмысқа кінәлі емес деп есептеледі.
Судья башчылыкка алууга тийиз тагы бир принцип: бир кукук бузуучулук үчүн эчкимди де кайтадан кылмыстык немесе әкимчилик жоопка тартууга болмайды. Тест кезінде осы принциптердің бірі кездесуі мүмкін. Олардың бірі өзіне заңмен көзделген соттылығын оның келісімінсіз ешкімнің өзгертуіне болмайды. Судья башчылыкка алууга тийиз принциптердің тағы бірі: сотта әркім өз сөзін тыңдатуға құқылы. Судья башчылыкка алууга тийиз принциптердің бірі: заңдардың кері күші болмайды. Яғни ауырлататын жағдайда заңдардың кері күші болмайды, ал жеңілдететін жағдайда жаңа заң қолданылады. Тағы бір принцип: айыпталушы өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті емес. Оны дәлелдеу сотқа дейінгі тергеп тексеру органының міндеті болып табылады. Судья заңды қолданған кезде башчылыкка алууга тийиз принциптердің тағы бірі: ешкім өзіне өзі, жұбайына және заңмен белгіленген шектегі жақын туыстарына қарсы айғақ беруге міндетті емес. Діни қызметшілер өздеріне сеніп сырын ашқандарға қарсы куәгер болуға міндетті емес. Судья башчылыкка алууга тийиз принциптердің тағы бірі: адамның кінәлі екендігі жөніндегі кез келген күдік айыпталушының пайдасына қарастырылады. Заңсыз тәсілмен алынған айғақтардың заңды күші болмайды. Ешкім өзінің жеке мойындауы негізінде ғана сотталуға тиісті емес. Бұл судья заңды қолданған кезде башчылыкка алынуға тиіс принциптердің бірі.
судьяның басшылыққа алуға тиіс принциптерінің тағы біреуі қылмыстық заңды ұқсастығына қарай қолдануға жол берілмейді. Сот төрелігін тек сот қана жүзеге асырады. Қазақстан Республикасының жоғарғы соты жоғарғы сот органы болып табылады. Конституцияға сәйкес прокуратура заңдылықтың сақталуына заңда белгіленген шекте және нысандарда жоғары қадағалауды жүзеге асырады. Сотта мемлекеттің мүддесін білдіреді және мемлекет атынан қылмыстық қудалауды жүзеге асырады. Прокуратура кімге есеп береді деген сұраққа прокуратура президентке ғана есеп береді деген нұсқаны таңдау қажет. Бас прокурордың өкілеттігінің мерзімі 5 жыл. Жергілікті мемлекеттік басқаруды жергілікті өкілді және атқарушы органдар жүзеге асырады. Келесі сұрақтарда толығырақ тоқталамыз. Бұған дейін айтқанымыздай, жергілікті мемлекеттік басқаруды жүзеге асыратын жергілікті өкілді органдар бұл мәслихаттар. Мәслихаттар 5 жыл мерзімге сайланады және оларды халық сайлайды. Жиырма жасқа толған азамат мәслихат депутаты болып сайлана алады. Жергілікті мемлекеттік басқаруды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органды әкім басқарады. Облыстардың әкімдерін, республикалық маңызы бар қалалардың әкімдерін және Астананың әкімін қызметке мәслихат келісімімен президент тағайындайды. Яғни келісетін мәслихат, тағайындайтын президент.
әкімді қызметінен босататын президент. Мәслихаттар шешім түріндегі актілер қабылдайды. Ал әкімдердің қабылдайтын актілері шешімдер және өкімдер. Конституция мен заңдарға сәйкес келмейтін мәслихат шешімдерінің күші сот тәртібімен жойылуы мүмкін. Осымен сұрақтар аяқталды. Алдағы уақытта бақылау тестін тапсырасыз. Дұрыс нұсқаларын белгілеп отырып, өзіңізге баға беріңіз. Үкімет қандай билікті жүзеге асырады? Билік тармақтарының ішінде үкімет атқарушы билігін жүзеге асырады. Үшінші нұсқа дұрыс. Судья заңды қолданған кезде басшылыққа алуға тиіс принциптердің бірі. Екінші нұсқа дұрыс. Айыпталушы өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті емес. Әкімдер қандай актілер қабылдайды? Дұрыс, үшінші нұсқа. Шешімдер мен өкімдер қабылдайды. Жергілікті мемлекеттік басқаруды қандай органдар жүзеге асырады? Екінші нұсқа. Жергілікті өкілді және атқарушы органдар. Үкімет кімнің алдында жауапты? Екінші нұсқа дұрыс. Президенттің және парламенттің алдында жауапты. Мәслихаттарды халық қандай мерзімге сайлайды? Төртінші нұсқа дұрыс. 5 жыл мерзімге сайлайды. Прокуратура кімге есеп береді?
Үшінші нұсқа дұрыс. Президентке ғана есеп береді. Бас прокурордың өкілеттігі бірінші нұсқа дұрыс. 5 жыл. Судьямен басшылыққа алынатын принциптердің бірі. Бірінші нұсқа дұрыс. Адамның кінәлі екендігі жөніндегі кез келген күдік айыпталушының пайдасына қарастырылады. Мәслихат депутаты болып неше жасқа толған азамат сайлана алады? Екінші нұсқа. 20 жасқа толған азамат мәслихат депутаты болып сайлана алады. Судья заңды қолданған кезде басшылыққа алуға тиіс принциптердің бірі. Бұл сұрақ тағы да кездесті. Екінші нұсқа дұрыс. Адамның кінәлі екендігі заңды күшіне енген сот үкімімен танылғанша, ол жасалған қылмысқа кінәлі емес деп есептеледі. Үкіметті құратын кім? Бірінші нұсқа дұрыс. Үкіметті құратын президент. Премьер-министрдің шығаратын актілері бұл. Бірінші нұсқа дұрыс. Өкімдер. Премьер-министр өкімдер шығарады. Жергілікті атқарушы органды кім басқарады? Үшінші нұсқа дұрыс. Жергілікті атқарушы органды әкім басқарады. Әкімді қызметке кім тағайындайды? Екінші нұсқа дұрыс. Мәслихат келісімімен республика президенті тағайындайды. Үкімет мүшелері кімнің алдында ант қабылдайды? Төртінші нұсқа дұрыс. Қазақстан халқы мен президент алдында ант қабылдайды. Әкімді қызметінен кім босатады? Төртінші нұсқаны таңдасаңыз дұрыс. Президент босатады.
Конституциялық кеңес мүшелерінің саны қанша? Үшінші нұсқа дұрыс, 7 мүшеден. Судья заңды қолданған кезде басшылыққа алуға тиіс принциптердің бірі. Үшінші нұсқа дұрыс, заңдардың кері күші болмайды. Конституциялық кеңестің ғұмыр бойы мүшелері болып табылатын кімдер? Екінші нұсқа дұрыс, республиканың экс-президенттері Конституциялық кеңестің ғұмыр бойы мүшелері болып табылады. Үкімет қандай актілер шығара алады? Үшінші нұсқа дұрыс, үкімет қаулылар шығара алады. Судьяның басшылыққа алуға тиіс принциптерінің бірі. Үшінші нұсқа дұрыс, заңсыз тәсілмен алынған айғақтардың заңды күші болмайды. Ешкім өзінің жеке мойындауы негізінде ғана сотталуға тиісті емес. Конституциялық кеңестің төрағасын кім тағайындайды? Бірінші нұсқа дұрыс, Конституциялық кеңестің төрағасын президент тағайындайды. Конституция нормаларына ресми түсіндірме беретін кім? Екінші нұсқа, ресми түсіндірме беретін Конституциялық кеңес. Төмендегілердің қайсысы Конституция нормаларын түсіндіру мәселелері бойынша Конституциялық кеңеске жүгінуге құқылы? Үшінші нұсқа дұрыс. Түсіндірме беру мәселелері бойынша президент, сенат төрағасы, мәжіліс төрағасы, парламент депутаттары жалпы санының кемінде 5-тен 1 бөлігі және премьер-министр жүгінуге құқылы. Жергілікті өкілді органдар дегеніміз бұл бірінші нұсқа дұрыс, мәслихаттар. Конституциялық кеңес мүшелерінің өкілеттігі 6 жылға созылады.
Судья башчылыкка алууга тийиз. Тагы бір принцип. Үшүнчү нусқа дұрыс. Өзіне заңмен көзделген соттылығын оның келісімінсіз ешкімнің өзгертуіне болмайды. Сот төрелігін кім жүзеге асырады? Екінші нұсқа дұрыс. Тек қана сот жүзеге асырады. Конституциялық кеңестің шешімдері қай кезден күшіне енеді? Конституциялық кеңестің шешімдері қабылданған күннен бастап күшіне енеді. Судья заңды қолданған кезде басшылыққа алуға тиіс принциптердің бірі. Екінші нұсқа дұрыс. Қылмыстық заңды ұқсастығына қарай қолдануға жол берілмейді. Конституцияға сәйкес емес деп танылған заңдар мен халықаралық шарттар қол қойылмайды, не тиісінше бекітілмейді және күшіне енгізілмейді. Екінші нұсқа дұрыс. Ал Конституция мен заңдарға сәйкес келмейтін мәслихат шешімдерінің күші төртінші нұсқа дұрыс. Сот тәртібімен жойылуы мүмкін. Судьямен басшылыққа алынуы тиіс принциптердің бірі. Екінші нұсқа дұрыс. Өзіне өзі, жұбайына және заңмен белгіленген шектегі жақын туыстарына қарсы ешкім айғақ беруге міндетті емес. Діни қызметшілер өздеріне сеніп сырын ашқандарға қарсы куәгер болуға міндетті емес. Үкімет қаулыларына кім қол қояды? Үкімет қаулыларына қол қоятын премьер-министр. Конституцияның 83 бабына сәйкес прокуратураның қызметі қандай? Екінші нұсқа дұрыс. Прокуратура заңдылықтың сақталуына заңда белгіленген шекте және нысанда жоғары қадағалауды жүзеге асырады. Сотта мемлекеттің мүддесін білдіреді және мемлекет атынан қылмыстық қудалауды жүзеге асырады.
нақты істер бойынша судьялар кімге есеп береді? Төртінші нұсқа дұрыс. Нақты істер бойынша судьялар есеп бермейді. Жоғарғы сот төрағасын қай орган сайлайды? Үшінші нұсқа дұрыс. Президенттің ұсынуымен Сенат сайлайды жоғарғы сот төрағасын. Жергілікті және басқа да соттардың төрағалары мен судьяларын қызметке кім тағайындайды? Жергілікті соттардың төрағалары мен судьяларын қызметке президент тағайындайды. Жоғарғы сот органы бұл тиісінше жоғарғы сот. Яғни Қазақстан Республикасының жоғарғы соты жоғарғы сот органы болып табылады. Судья заңды қолданған кезде басшылыққа алуға тиіс принциптерінің бірі бірінші нұсқа дұрыс. Сотта әркім өз сөзін тыңдатуға құқылы. Мәслихаттардың қабылдайтын актілері. Мәслихаттар шешімдер қабылдайды. Екінші нұсқа дұрыс. Судья заңды қолданған кезде басшылыққа алуға тиіс тағы бір принцип бұл. Екінші нұсқа дұрыс. Бір құқық бұзушылық үшін ешкімді де қайтадан қылмыстық немесе әкімшілік жауапқа тартуға болмайды. Осымен 6-шы сабақ та аяқталды. Конституция бойынша өткізілетін сабақтар да аяқталды. Осы сабақтардың барлығын меңгерсеңіздер, тест кезінде Конституциядан сүрінбей қажетті балдарды 100% жинайтын боласыз. Сізге сәттілік тілеймін. Сау болыңыз.